Екінші күн. Су жоқ. Шөл қысқан сарбаздар әлсірей бастады. Су жоқ. Ары қарай шыдамаймыз. Шыдауға тура келеді. Таң ата тағы іздейміз. Бір адым шегінбейміз. Райымбек жаяу атты жетектеп келеді. Жерге мұқият қарап келе жатыр. Үміт үзілмеді. Ол табиғаттың белгісін іздеді. Қою жасыл шөп. Бұл жер астында тіршілік бар деген белгі. Райымбек найзамен жерді бірнеше рет шаншып қазады. Жерден су атқылайды. Су! Сарбаздар ат та суға қанат. Сол күннен бастап бұл жер Райымбек бастауы деп аталды.